Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда мынадай өте дәмді, керемет етті тағам түрі гуляш әзірлейміз. Кешкі ауызашарға арнап, видеомды бағалап, каналға тіркеліп, және пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Табамызға сұйық майды құйып, қызған майға етті салып қуырамыз. Етті осылай ірі етіп турап аласыз. Етке тұз себеміз. Қуырыла бастаған кезде ет өзінің сөлін шығарады, яғни сөлі тартылып кеткенше жақсылап қуырамыз. Еттің сөлі тартылды, гуляшқа арналған дәмдеуішімізді қосамыз. Жақсылап араластырып, 4 бұрыштап пиязымызды турап аламыз, етке қосып, пияз сарғайғанша қуырылады. Бір ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырамыз. Қайнаған ыстық суды құямыз, яғни ет батқанша ғана. Қақпағын жауып, баяу отта 40 минут қайнатамыз. Жеке табаға 2 ас қасық ұнды салып, баяу отта ұнның түсі сары түске енгенше қуырамыз. Яғни үздіксіз араластырып отырамыз. Оған 5-10 минут уақыт кетеді. Қуырып алдық, 1 стакан ыстық суымызды құйып, соус дайындаймыз, яғни жақсылап араластырамыз. Етіміз 40 минут қайнады, пісіп қалды. Енді дайындап алған соусымызды етке қосып, жақсылап араластырып, тағы да 5-6 минут қақпағын жауып, қайнатамыз. 5 минут өтті, гуляшымыз дайын болып қалды. Ендігі кезекте гарнирін дайындаймыз. Гарнирға піскен картопымызға сары май және ыстық сүтімізді қосып, жақсылап араластырып, пюре дайындаймыз. Картопты пісірген кезде тұз сеуіп алдық. Сүт қоссаңыз, өте дәмді пюре шығады. Балаларға өте ұнайды. Мінекей достар, бүгінгі тағамымызды әзірлеп болдық. Өте дәмді гуляш дайын болды. Рецепт ұнаса, міндетті түрде лайктарыңызды баса кетіңіздер және видеомен бөлісіп, тезірек 100 мыңға жетейік достар. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.